күңгірт бөлме, алакөлеңкеде бүкшиген қатынның сұлбасы. Терезеден қиғаштай түскен жарықты сындырып, қоңырқай көлеңкені арқасына лақтырып тастапты. Кеудесінде жаны бар жоғы белгісіз, мелшиген бейне. Бейуақта қарайған қара тастай состият. Патшалық құрып алған тыныштықтың зәресін алып, мүжіліп кеткен ескі тоспасы бетін жыртып, шыңғырған албастыдай, қиқайы ашылған есіктің арғы жағынан арбайған біреу көрінді. Құдды түнекке жарық нұр шашып келген періштедей, сұрқы келіспесе де сұлбасы біртүрлі жылы ұшырайды. Бөлменің қақ ортасында қалшия қатып қалған қатынды көріп, ұнжырғасы түсіп кетті. Онысы мойын бұрып та қарамады. Сол мелшиген күйі, күйіс қайтырған сиырдай басын сәл ғана көтеріп, кемсеңдеп тұрды да, бауырына баса, құшақтап отырған табағына төніп, лоқсыдай келіп. Күрке тауық құсап төсіңмен табағыңды басып отырсың ба тағы, деді сырттан келген серісі. Жауап жоқ. Мен саған айттым, отаға келіс деп. Құсып жүріп өлесің де қаласың. Кімнің несі кетеді? Кеудесі бөлектің жаны бөлек. Ешкім үшін өмір сүрмейді. Ұзын сонар өкпесі өзегін өртеп тұрғандай. Дауысында зіл жоқ. Аяқ киімін шешіп, босағаға қатарластыра қойып болған шақ, мүңкіген шуаш иісі қоңырқай әлемді жайлап үлгерді. Шайқалақтап барып, әлгі немесі басын тағы табағына тығып, лоқылдатып құса бастады. Жүрегі айнып кеткенін біле қойып, жер бауырлай құсып жатқан қатынына, обал қылғанына ұялғандай, лып етіп жуынатын бөлмеге сүңгітіп кетті күйеуі. Шекесі шып-шып терлеп отырып, күйеуі қайнатқан шайды ішіп, ес тапқан келіншек тілге келіп: жаным-ау, кешірші, сенің де күйің қашты. Қатын болып тамағыңды дайындап, күтіп аларға дәрменім қалмады. Қайдан ғана жабысты осы дерт. Өттеген құрғыр толып кетсе өкпеңді өртейді тұрады екен. Отасына келіспесем болмас, құсып жүріп өлермін. Жаңа жұмыстан қайтқан қатындармен қуырдақ жебедік. Үйге жеткенше өңешіме кептеліп, төрт аяқтап қалдым, деді томсырайып. Жарының жуасып қалғаны жаны ашып кеткен күйеуі: міне, мұның дұрыс болды. Қиын ота емес қой, таң атысымен ауруханаға барамыз, мен қасыңда болам, қорықпа, деп күректей алақанмен бір айда еті ағып шөгіп қалған шөкімдей қатынның қолдарын көмкеріп алып, шөпілдетіп сүйе бастады. Таң атысымен ауруханаға тартып отыратын болып келіскен ерлі зайыпты құшақтасып жатып ұзақ сырласты. Шаңырақ көтергендеріне аттай 15 жыл болыпты. Жүріп қалып, орда бұзар 30 жасында тапқан сұлуына есі кете ғашық болған сәттерін айтып, өткен күндердің парағын ақтарып жатты. Қатынына да ұнап барады жастық шақтың жарқын естелігі. Күйеуінің құшағына тығыла түсіп, көзінен еріксіз аққан жасымен күйеуінің көкірегін сулап күрсініп қалды. Қорқатындай бар. Жеңіл ота дегенмен тұп-тура өзінің қазіргі жасында анасы ота үстелінде осы аурудан көз жұмды. Дәрігерлерден кеткен қателік пе, талқаны таусылып тұрған соң өлді ме, белгісіз. Аяқ астынан сүйреп жүріп өсірген анасынан қаспен көздің арасында айырылып қалған. 45-ке келгенше пұшпағы қанамаған сорлының шері жанын жеп болды. Бармаған жері баспаған тауы қалмады. Дәрігерлердің бергенін ішіп, жардай болып ісініп, емші-домшының айтқанын істеп, иттей жалықты. Көтересің деп шегелеп тұрып айтқан татар кемпірдің сөзі де ақталмады. Үмітайым көңілдері пәсейіп, жүндері жығылып, бала аңсауды бір жола доғарған еді. Тумаған қатынның табиғаты әйелдік заңдылықтан тез ауытқып, климакс басталып кеткенде үміттің жіңішке жібі бір жола үзіліп тынған. Байына разы. Ұл десе ұлын, қыз десе қызын тауып жатқан қатындар байынан таяқ жеп, пұшайман күй кешіп жүр. Ойнас жасап, көрінген етектің соңынан сөлпеңдеп, өзегін жарған балаларын тастап кетіп жатқандары қаншама. Еркек болып шекесін шерткен жоқ. Қол көтеру былай тұрсын даусында қатайтқан емес жарықтық. Жүрегінің астында бүлкілдетіп, 9 ай оң көтеріп, бел сүйегін қағайырып шыққан шаранасын қоқысқа тастап кеткен ұрғашылар жайлы естігенде, бұл екеуі жағасын ұстап, өмірден баз кешіп кететін. Құдай тілегенге бермей, тексізге берсе өзіне жөнде. Қылаулап атқан таңды кірпік ілмей қарсы алған ерлі зайыптылар жұрттан бұрын тұрып ауруханаға жиналды. 3 ай бұрын тексеріліп, өтіңізді алдыру керек дегенде, азарда безер болған қатынын әрең жөнге келтірген күйеуі айнып қалмасын деп қорқатындай. Ширақ қозғалып тез-тез киініп, есіктің көзінде тұр. Сәуірдің самала салқыны сарайыңды ашып көкірегіңді кереді. Таңғы тірліктерін жұмысқа асыққан елді тасудан бастап, нәпақа тауып көнгеретін таксишілер
көп күттірмеді. Сау етіп жетіп келді де, 2 жарты 1 бүтін ерлі-зайыптыны салып алып, зулай жөнелді. Алдымен дәрігерге кіріп, анализге жолдама алған келіншек ұзын сонар шұбатылып үлгерген кезектің соңына келіп тұрды. Қасындағы орындыққа жайғасқан күйеуі жарының қас-қабағына қарап бәйек болуда. Кезегі тез жылжыды. Өз кезегі келгенде келіншек күйеуіне жеңіл жамылғысын беріп ішке кіріп кетті. 2 сағаттан соң анализ қорытындысы дайын болса, түсте жатады. Бүгін дайындап ертең ота қалады. Дәрігердің түсіндіргені солай. Аш құрсақ анализ тапсыратын болған соң, оразаларын ашпай шыққан екеуі жақын маңдағы асханаға барып таңғы ас ішті. Құса беретінен қорынып, бір тостақ салқын компот пен үлпілдеген булочканы ғана жеген келіншектің осы арада қуырдаққа әуес ауып, ұртына сілекейі тола қалды. Қорықса да алдырып жеді, сүйсініп жеді. Асханадан шықпай-ақ жүрегі лобып, құсқысы келді. Елдемде ұялуға мұршасы келмей, отыра қалып лоқылдатып құсып тастады. Ішек қарыны аузынан шығып кетердей төңкеріліп, асқазаны босағанша тұрып кете алмады. Боп-боз болып бозарып, жүзінен қаны қашып кеткен қатынның бетін сүйіп, аузын шайырға су құйып, шырпыр болған күйеуіне әрлі-берлі өткен жұрт риза жүзбен қарайтындай. Медбикенің өз атын атап шақырғанын естіген келіншек ұшып түрегелді де, желде есіп жетіп барып, мен деді. Әлсіреп тұрса да бар күшін жиып, қанша күннен бері асқазанынан тамақ тұрмай, әл-дәрмені құрып азып кеткен келіншектің бетіне үңіле қарап алып, сіз дәрігерге жолығыңыз деді. Сосын қағаздарын қолына берді. Астарлы көрінді бұл сөз келіншекке. Іші бір сұмдықты сезгендей, үрейленгеннен сұрақ қоюға да қорықты. Ілби басып кірген ерлі-зайыпты көзімен шолып алып, отырыңыздар деді. Кекселеу келген дәрігер мұрнына қойып. Қорқып тұрғандарын көзінен оқитын сияқты, алдына қойған қағаздарды аударып төңкеріп қарай бастаған дәрігер. Етеккіріңіз соңғы рет қашан болып еді деді. Есіне түсіре алмаған келіншек ұзақ отырды. Әйтеуір, соңғы жылы бір тұрақталмады ғой. Жалпы тоқтаған, 2 айда 3 айда бірде бар, бірде жоқ. Келіншектің мардымсыз жауабына қанағаттанбаған дәрігер, қанша балаларың бар деп жұлып алғандай. Екеуі жер шұқып отырып қалды. Дәл осы сұрақ екеуінің жүрегіне қанжар сұғып алғандай әсер етті. Үнсіз қалғанына екеуіне тесіле қараған дәрігер, сендерден басқа да ауруларың бар ғой, жауап берсеңдерші, уақытты алмай деді, зіркілдей сөйлеп. Жоқ, біздің баламыз жоқ деді. Келіншегінің бұл сұрақтан жылап тынатынын білетін күйеуі қатқыл дауыспен. Дәрігерді жүрексіз пендедей жек көре түсіп, оның отаға қандай қатысы бар деді, сосын сұрланып. Ендеше балаларың болады деді дәрігер, қаңғыта жауап беріп. Біріне бірі тесіле қараған ерлі-зайыптылардың құлағы шулап, бастары айналып кеткендей. Екеуі де бірдей әсер кешіп отыр. Аяғының астынан жер қашқандай, қалбалақтап тұрған келіншек күйеуінің қолтығына жармаса сүйеніп, әзер басып сыртқа беттеді. Бұл күйдің қандай күй екенін түсіне алар емес. Кенет әлде бір күш көтеріп алғандай, жеп-жеңіл қадамдай сыртқы есікті бетке алды. Көбелектей ұша жөнелген келіншегін қуып жетіп, қолынан тарта, қатты жүрмесеңші, баламыздың миын шайқайсын деді күйеуі қатынын құшағына қатты қысып. Еркек болып көзінен жас шықпаған екен. Әкесі марқұм, еркек көзімен емес, көкірегімен жылайды дейтін. Сол сөзді жадында мықтап сақтаған ба, өмірінде жасағып жыламапты. Жоқ, бұл жолы жылап тұр. Дерт дегені жеріктік екен. Ып-ыстық көз жасы бетінен сырғанап, сүйікті жарының сүмбіл қара шашына сіңіп жатыр. Күйеуінің бауырына тығыла түсіп, үнсіз қалғанымен келіншегі де жылап тұр. Біреу шипа іздеп, біреу жақынынан айырылып, біреу бөпелі болып мың түрлі тағдыр, сан түрлі көңіл күймен кіріп шығып жатқан жұрт, аурухананың алдында құшақтасқан, екі мұңлыққа бұйырған бұл күннің бақытты күн екенін білмейді. Әңгіме авторы Самал Зікриязқызы.